үйді көрсет қызық. Вот. Опти, күшті орналастырған. Мне кім айтады енді? Мынау деген тап-таза, керемет. Мы пришли сюда. Иттермен алысып, міне қыздар келді. Мұндай бізде Астанада иттерге арналған үй салып берді, 1,5 квадрат міне. 700 миллион теңге бөліп. Мына жерде вот 700 миллионов, почти 700 миллионов построили дом для собак. Пожалуйста, вот они собаки. Многодетным денег нету, а собакам қаңғырып жүрген көшеде иттерге міне үй бар. Көрдіңіз ба? 1,5 квадраттық үй. Мне акимат говорит, денег нету. На содержание собак в день, я не знаю, сколько там уходит денег в день. На одну собаку, то ли сколько там, 20 тысяч или 10 тысяч, или сколько у вас там уходит. А ребенку, многодетной матери, на одного дают 10 тысяч в месяц. Вот так вот. Наши дети хуже, чем собаки. Хаски, алабай яндағы. Біз енді мұнда бүгін аналар келдік. Бізге постоянно барып, уақытша болсын тұратын, немесе бақытты отбасы болсын, баспана беріңіздерші деп барған кезде бізге айтады, бізде бір тиын ақша жоқ, біз ешқандай көмек бере алмаймыз дейді. Неге бізге осы үйді бермеске? Итте. Мына иттерді бағып береміз. Неге солай істемеске? Неге бір қаңғып жүрген иттерге мынандайды әңгізерде үйді салатта сонша миллион ақшаны бөледі, а неге мына қаңғырып жүрген аналарға, балаларға неге бұлар көмектеспейді? 700 миллион ақша бөлген мынаған. Хотя пособияға ең болмаса қамтамасыз жасасын, мынандай иттерге бергенше. Итпен теңеп отыр. Иттен де жаман болдық қой сонда халық. Біздің бала шағамыз иттен төмен болып тұр ғой. Иттердің ахуалы жақсы болып тұр біздің ахуалдан қарағанда. Менің бала шағам жаман временкада тұрады. Адам бойымен бірдей. Бұл иттер мынандай кеңседе керемет ғимаратта тұрады. Қане әділеттілік. Менің балаларым өсіп осы елге қызмет етеді, азаматы болып. Мына иттер олардың жаңағы бір адамдардың шенеуніктердің қызығы болады, ақша тігетін. Қане әділеттілік. Бұл дұрыс емес. Мен тұрғым келеді бала шағамен. Иттермен алысып, енді міне мамалар келді. Уақытша бері баспана десек, жоқтан басқаны айтпайды. Тұрғы міне үй. Негізі мен сендерге айтайын, мұсылманның заңында и біздің заң ретінде де ешқандай заңда иттер адаммен бірде тұрмайды. Никак. Неге? Во время войны люди питались этими кошками и собаками. На то пошло. Во время Советского там Союза... Шошқаға, мен соны айтайын дегенім. Шошқаға ақша бөледі, итке бөледі. Шошқа асырасам, бір шошқаға субсидия қанша? 150 мың теңге. А бір балаға, біздің балаларымызға пособие 10 мың теңгені, 21 мың дедік, оны көпті көрді. 10 мың теңгеден бөліп, енді бетімізге ұрып отыр. Сендерге пособие төленіп жатыр деп, айыспын алып қойды. Шырып кеткен, құттап кеткен ана гыспыға тамақтарын береді еще. А иттерге күніне ақша бөлінеді. Бір алабай менің 5 баламның тамағын жейді. Бір балабай жейді. Бір балам жей алмайды, ол бір итті жейді. Для кого этих собак содержат тут? Для кого? Кто-то, чье-то развлечение это, кто-то, чья-то прихоть, эти собаки. Пусть эти волонтеры или кто этими собаками занимается, пусть сами асырап көрсін бір күн сол иттерді. Неге біздің үкіметтің мойнына іліп қояды қаңғып жүрген иттерді? Не, германский овчарка. Мен оны білем, себебі мен мектепте көргем оны. Германский овчарканы асырау оңай емес. Ол арнайы укол салып отырады оған. Міне, біздің акимат не істеді? Біздің акимат аналарды иттермен күресіп қойды. Міне, вот так. Комната, вот. Там вы видели же статью? Мыңнан асық қаңғып жүрген адамдар жүріп отырады. Не, пожалуйста. Аналар иттермен күресіп жатыр. Қарашы, мынаны қаншама бекерден біреуге ақша беріп отырмыз. Неге осында бізге тұрмасқа? Вот коридор. Бос тұр, міне. Бос тұр. Новое все. Пустой тұр. Пожалуйста. Уже суық түсе, мынаға иттерді алып кіреді. Адамдар далада қаңғырып жүр, балалар, аналар. Комната, да? Комнаты, смотрите, какие-то. Кірдімен тұр ғой еще, қараса. Ішінде қанша бөлме екен? Бір бөлмеден ба? 1,5 квадратна. Кеше оқыдық қой.
Вот так вот, народ. Смотрите, как акимат говорит, что нету денег. Вот вам и денег нету. Мне, пожалуйста. У нас в стране все есть для собак, для свиней, для животных. У нас в стране все есть, а для детей у нас в стране выделить ничего не могут. Пожалуйста. Для кого содержат? Вообще, знаете, запрещать надо, запрещать. Зачем вообще они этих собак плодят? Чьи это собаки? Кто-то же их же притащил сюда, расплодил их и раскидал по всему городу. Вот. Сонда байлардың иттері осындай жақсы жерде тұру керек та. Сойып табақлайтын шығар бұлар. Немене жасайды деп ойлайсың? Мы не в Корее живем, чтобы этих собак резать и раздавать. Вот такое здание, 1500 квадратных метров. Построили для собак. Для детей построить не могут. Не көрдіңдер ма? Қайда акимат жауап берсін енді? Сейчас мы найдем администратора здания, потом заново я выйду в эфир.